Берікбол ұялы телефоныма келін түсірдім, кел деп хабарласты да бүгіндікке құрған жоспарының астан кестен шығарды. Енді кітапханада жиналысқа емес, вокзалға барып, Айымен кездесіп, екеуміз түс ауа жүретін автобуспен ауылға кететін болдым. Айым екеуміз бұрыннан таныспыз, бір-бірімізді ұнататынымыз рас, бірақ сезім жайлы ашық сөйлесудің орайы келмей жүр. Оның мінезі ұяң, сонысы қиын. Сұрағына қысқа жауап береді, сонысы қысқа жауап талап ететін сұрақ қояды. Сонысымен әңгімеміз тамам. Бірақ осы мінезімен ұнайды емес пе? Не де болса да кейіннен сөйлесіп, қарым-қатынасымызды бүкшігін анықтап алу мүмкіндігі туып тұр. Ол вокзалға уақытында келді. Сол баяғы қалпынан өзгермеген екен, адамға тік қарамай, жүзін тайдыртып әкете береді. Басын изеп, тек сосын барып сәлем дейді сыбырлап. Өзінен өзі ыңғайсызданып, қолын қоярға жер таппай, біресе көйлегінің жағасын, біресе шашын үзейді. Автобусқа отырғызуға ыстылғанда Айымнан бұрын өтіп, терезе жақтағы орындыққа жайғастым. Сосын бұл пысықтығыма ыңғайсызданып, жанарымның шынын әр жағындағы тас қаланың көшелеріне жасырып, автобус қозғалғанша амалдауға тура келді. Ішімді мазасыздық мысықтай тырналайды. Көп ұзамай кезекті экспериментті ұйымдастыру үшін алған 2-3 желмік сыраның бір ашылды. Ені жайбарақат ұрттап қойып, бірер сәт үнсіздіктен ойнау керек, ол өз ойымен өзі арпалысып алсын. Автобус жолаушылары әлдейлеп, кейбірін ұйқыға, кейбірін қалың ойға батырған. Айым танысы ортаға бойын үйрете алмай, жан-жағына елендеп, ұрланып, қол айнасына жиі қарай берді. Менің де сан мыңдаған ойларым бір арнаға тоғыспай-ақ қойды. Қарағандының қарқаралымен жалғап тұрған тас жол дөңгеленген дүниедей автобус астында сырғанайды. Ойым оңға бөлініп, әңгіме бастаудың қисынын таба алмаған соң. Салыстырмалы түрде автобус өмірдің көшірмесі сияқты, дедім пәлсапалап. Айым сәл ойланды да, иә, деді, басын шұлғып жауап беретін әдетімен. Өмір деген жол, біз жолаушылармыз. Уақыт өтіп жатқан жоқ, біз кетіп бара жатырмыз дегенді түсінбей жатамыз. Ол үшін сапарға шығу керек деп жүзіне қарап өп-өтірік жымидым. Айым шашын құлағының үстіне қайырып, басын изеді. Мен де сөз таба алмай қиналып, басымды шұлғи салдым. Жанарымды сайын даланың шексіз көкжиегі ұрлай берді. Терезеге қарап, автобустың әлдейімен ұйықтап кетіппін. Қанша ұйықтағаным белгісіз, әйтеуір автобус теміржол қиылысына тоқтаған кезде оянып кетіп, жүрегі дүрсілдеп пойыз өтіп жатыр екен. Жолаушылардың онымен ісі жоқ, көбі ұйқы құшағында. Сыраның бөтелкесі есіме түсті. Қыл мойнын қысып, қылғыта жұттым. Жылып кеткен екен, дәмі аса ұнамады. Батылдану үшін емес, эксперименттің жоспары бойынша, яғни Айымның мастығыма сену үшін ішіп отырмын. Көздеген мақсатыма жете алмай қалсам, сылтау ретінде пайдаланам деп тапқан амалының түрі. Ешқайда қашып кетпегенін біліп тұрсам да, сыра бөтелкелерін түгендеп жатып. Құрдастарымыздың үйлене бастағаны қызыға, дедім, жан алғашқандай. Сосын міз бақпастан қолымды иығына асырып, өзіме жақын тарттым да бетін иіскедім. Қарсылық көрсетпегені қандай жаман. Жалынышты жанарымен түсінбедім дегендей сұрақ қойып, ұнатпай қарайды ма деп едім, қателесіппін. Не менің мастығыма сенгендіктен қарсыласпай отыр, не жақсы көреді. Берікбол бізді Қарқаралы жолынан бойындағы Көктас ауылы бұрылысына күтіп алды. Маңғаздана қадам басып, құшағын кен жая амандасқаннан, арқамды күректей қолдарымен қайта-қайта қақпаның отбасы құрдым деген мақтаныш сезіледі. Ғашықтар, қалайсыңдар? Ауылға сені келін әкеле жатыр деп әңгіме таратып жібердім. Нағашыларың дайындалып жатыр дейді, қарқ-қарқ күліп. Айым бұл әзілге өтірік жымиған болып, күйеуім қандай өзі дегендей мен жаққа ұрлана қарап қояды. Сонысын жанарын тайдырып әкетіп, алыстан қол бұлғаған
Қарқаралының тауларын қарады да қос тізесін қатар бүгіп әлдебір шешіммен келіскенде қандай әдемі деп әңгіменің ауанын бұрып жіберді. Берікбол өміріндегі елеулі өзгерісті айтудың орнына құстай ұшқан ақ жигулині мақтап, елдің бітпейтін мәселесін тарқатып, көзді ашып жұмғанша Тоқтар ауылына алып келді. Ақ шатырлы үйлер де арқасын күнге қыздырып, ұзақ созылған тас жолдарда жағасын сипай аққан жайбасар жарлы өзен де баяғы томаға тұйық қалпында екен. Ешбірінен келін келді-ау, жастықтың мерекесі-ау деген қуаныш лебі сезілмейді. Нағашы атамның шаңырағында амандасып шыққан соң Берікболдың үйіне қайтып келдім. Негізгі ойымы айымның қамы, құтты болсын айтушылар неге толастамаған екен. Бірін танып, бірін танымай жатырмын. Танығандардың дәстүрлі сұрағына дайын жауап қайтарып, жадыраған жүздері бақылаймын деп ішім әбден пысты. Айымды ауыл аралап қайтуға шақырудың орайлы келмей-ақ қойды. Жатын бөлмелерінің бірінде басына орамал тағып келін атаған құрбысының жанынан бір елі шығар емес.